Бензин толтырып алдым. Телефон зарядталған. Енді өзімді зарядтап алайын. Және біздің демеушіміз Chery компаниясына бізге Tiggo 8 Pro маркалы автокөлігін ұсынғаны үшін алғыс білдіреміз. Охо, Бақыт Тұрман емес пе мына кісі? Ой, саламатсыз ба, Бақыт ханым? Мені күтіп қалдыңыз ба? Иә, сізді күтіп тұрмын. Келіңіз. Ендеше бүгінгі қонағымды таныстырып өтейін. Әнші, ұстаз, Қайрат Әділгерейдің аяулыда ардақты жары Бақыт Тұрман. Қош келдіңіз. Рахмет. Аха. Бақыт ханым, сізге осы қаншама жылдан бері ата-бабаларымыздан келе жатқан саумалды табиғи өнімді ұсынғым келіп отыр. Бойында өте көптеген дәрумендері бар, неше түрлі ауруға ем. Бақыт ханым, жалпы қалайсыз? Шығармашылығыңызда қандай өзгерістер болып жатыр? Не жаңалық болып жатыр? Бөліссеңізші. Негізі мен көптеген осыған дейінгі интервьюларда айтатынмын, осы бұған дейін 1-2 жыл карантин болды ғой бізде. Сол кездері мен кішкене шығармашылықты шыны керек тоқтатып, ән жазу тоқтаттым, бірақ былай концерттерге, енді проекттерге қатысып тұрдым. Бірақ ән жазу кішкене тоқтатылды. Өйткені мен фокусты өзімнің негізгі жұмысым ұстаздыққа, оқытушылық қызметіме жібердім да, сондықтан кішкене тоқтап қалды. Енді қазір жаңа әндер жазуға кірісіп кеттім. Бұйырса, осы жақын арада, осы айдың ішінде, ол дәл айтып тұрмын, жаңа ән шығады. Иә, жаңа ән демекші, енді қандай әндер жаздырып жатсыздар? Қандай тақырыпта? Білсек бола ма? Тақырып, жалпы еркін тақырып қой бізде, бір арнайы мынадай тақырып деген қатып қалған бір қағида жоқ. Сол махаббат тақырыбы, әке, ана, не бала деген сияқты, сондай сияқты әндер болса, мен тыңдап, соны өзім талғамыма сай таңдап жатырмын. Дұрыс. Енді қазір әлеуметтік желіде Бақыт ханым көріп жатырсыз ғой, кавер деген хит болып жатыр. Осы сіздердің әндеріңізге арнайылап кавер түсіретіндер бар ма? Менің әніме арнайылап кавер түсіруге ондай жоқ негізі. Бірақ негізі болады, әрине кез келген әнге кавер түсіруге болады. Және ол жаңағы сапалы, сондай жақсы дауыспен айтылған кавер болса болады. Әнді жаңарту деген сөз ғой, кавер деген. Жаңа ұстаздық туралы айтып кеттіңіз. Жалпы ұстаз болу қиын ба? Студенттер, оқушылар, жалпы осындай тәлім тәрбие беру қаншалықты қиын? Иә, енді мен оны жеңіл деп айта алмаймын. Біріншіден, жалпы осы ұстаздық қабілет кез келген адамға берілмейді. Біріншіден, мысалы, кейбір адамдар ойлайды, мен жақсы ән айтсам, яғни мен жақсы сабақ берем деген сөз, жақсы үйрете алам деген сөз деп ойлайды да, бірақ негізі олай емес. Ол әсіресе осы ұстаздық қабілетті кез келген адамға Алла тағала өзі бере бермейді екен. Оны мен өзімнің осы 10 жылдық тәжірибемде көзім жетті. Неше түрлі тіпті театрда жұмыс істейтін адамдарды кездестіреміз кейде, неше түрлі жаңағыдай еңбегі сіңген қайраткерлер болсын, сондай адамдарды кездестіреміз кейде. Бірақ именно дәріс беруге келген кезде нәтиже бермей жатады. Енді Бақыт ханым, сізбен ойын ойнасақ қалай қарайсыз? Мен сізге сұрақ қоям. Егерде сіз сұраққа дұрыс жауап бермейтін болсаңыз, менің шартымды орындайсыз. Яғни, мен қалаған адамға телефон байланысына шығам, сіз ән айтып бересіз. Жарайды. Бастаймыз ба, келістік пе? Бір рет айтып берем бе? Бірінші рет айтып берем бе? Бір рет жеткілікті деп ойлаймын. Ендеше бірінші сұрақ. Кеттік. Қай айдың атауы үйдегі тұрмыстық затты білдіреді? Қазан. Қазан, өте дұрыс. Екінші сұрақ. Волганың ортасында не бар? Волганың ортасында көпір бар. Немесе ортаға. Білмейді екен. Волганың ортасында Л деген әріп бар екен. Қақ ортада. Ортасында, ортасында. Аха. Келесі сұрақ. Дастарханның сәні не? Дастарханның сәні нан, бауырсақ. Міне, енді дастарханның сәні нан. Нан. Келесі сұрақ. Құрғақ тасты қайдан таба алмаймыз? Судың ішінен, астынан. Судың ішінен құрғақ тасты таба алмаймыз. Өте дұрыс. Пілдің баласы неге ұқсас? Пілдің баласы пілге ұқсас. Пілге ұқсас, өте дұрыс. Анамның анасы маған кім болады? Әже болады. Апа, әже болады. Нағашы әже. Аха. Нағашы апа.
өте дұрыс. Егер тырна бір аяғымен тұрса 3 килограмм салмақ болады, ал егер 2 аяғымен тұрса? Олай да 3 килограмм. Салмақ. Бақыт ханым, телефоныңызды бола ма? Плейлистінде мен ешкім тыңдамайтын әндер. Ешкім тыңдамайтын әндер, ол Жоқ, қандай? өте керемет әндер. Иә. Көріп шықсақ Мен бола ма? өзім әншілерді. Алексей Чумаков, мен армян әншілерін көп тыңдаймын. Жарқынай ханымды тыңдаймын да. Заман тобын тыңдаймын. Құрмаш Махан тыңдаймын да. Осындай әншілер жақсы. Иә. Өте керемет. Плейлист, енді былай жасайық. Өзіңізден бір жеке ән болса, көрерменге сізді сүйіп тыңдайтын, жалпы сізге жанашыры болатын көрерменге жеке өзіңіздің орындауыңызда бір ән болса, рұқсат болса. Жалпы бұл табиғи саумалдан еш айырмашылығы жоқ. Енді қазір сізде гастроль бар, концерт бар, той бар, фермаға, жайлауға барып, саумал ішіп жүретін уақыт жоқ шығар. Сондықтан осындай капсула түрінде арнайы дайындалған BB Partners компаниясының атынан саумал ұсынғым келіп отыр. Рахмет. Сезімнің мен алауын іздеп едім, тек сенің ғана жанарыңнан. Неліктен айырмады көздегенім жанымды алауыңнан. Сөнгенде үмітімнің жалындары, біз бірге жүрген сағым күні, жүректің қалауына бағынбады, тағдырым тағы бүгін. Неліктен таңым болып келмедің, көңілдің біліп күрсінгенін. Неліктен махаббатты мендегі жаныңмен түсінбедің. Жүргізушінің бірінші ережесі көлік жүргізу кезінде әрдайым қырағы және энергиясы көп болу керек. Көңіл көтеретін уақытта келіп жетті. Дизи Energy қандай керемет. Дизи Energy түбіне дейін ішу керек сусын. Енді ары қарай сұрақ. Сіздің плейлистіңізді көрдік. Сүйікті әншіңіз кім? Менің сүйікті әншім осы деп айта аламын. Тап бір ғана әншіні мен айта алмаймын. Шыны керек, мен көп әншілерді тыңдаймын. Көп әншілердің де барлық әндерін тыңдамаймын. Өзім бір сүйіп қалатын, жаныма жақын, жүрегімнен бір орын алып қалатын әндер болады, сол әншілерді тыңдаймын. Ол Селин Дион, егер біздің шетелдік әншілерді айтатын болсақ. Көбінесе мен енді кішіге Тони Брексонды көп тыңдағанмын мен, мысалы. Одан кейін ресейлік әншілерден Ани Лорак ұнайды маған. Қазақ әншілерінен тыңдап өскен әншілер ол Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Нағима Есқалиева, Жеңіс Қақова, сол кісілер тыңдап өстік енді. Қазіргі жас әншілерден мысалы. Иә, қазіргі жас әншілерден топ 5-тікті сұрағым келген еді. Топ 5-тікті, Жарқынай, Әміре, Бауыржан Ретбаев. Бауыржан, Маңғыстаулық. Иә. Мөлдір Әуелбекова. Мысалы мен үшін үздік әншілердің қатарында. Бердібек Құлғараев. Ол да Маңғыстаулық. Мен жалпы Маңғыстаудың жігіттерін өте жақсы көремін, әнші жігіттерді. Мен оларды мойындаймын, мен оларды всегда қолдаймын. Тек қана әншілерді. Сен ойламайсыз, сіз отырғаннан кейін айтып жатырмын. Жоқ, мен бұрыннан. Жоқ, мен керісінше ойладым. Оның ішінде бізде ілініп кетеміз ба десек, әншілердің деп асын сызып айтқаныңыз ғой. Иә, ол шынымен де өте керемет жігіттер, өте керемет талантты жастар. Жалпы енді қазіргі жастардың әнге деген жанры өзгеріп кеткен. Сіздің көзқарасыңыз қалай?
енді менің көзқарасым ештеңені шешпейді, бірақ дегенмен менің көзқарасым кейде кейбір әндері ұнайды. Мысалы мен қазір қарасам, мынау аттарын білмеймін. Жалпы көңіліңізден шығады ғой. Бірақ кейбір бір қызық, бір сондай бағыттар бар, білесіз ба? Мысалы қандай? Жоқ, қанай маған онша ілмейді мені. Онша қанай. Енді былай көңілді кездерде бір билегенге болмаса, жүрегімді ілмейді. Ал атыраулық ретінде, жерлес ретінде? Жоқ, мен қарамаймын атыраулық па, ол жерлес па, жерлес емес па, мен өйтіп бөлмеймін ешқашан. Бірақ маған мысалы Садрадин ұнайды. Садрадин. Иә, Садрадин ұнайды әндері. Сосын мынау аттарын шын айтайын, аттарын білмеймін, бірақ анау Абайдың әндерін бойы болған деп қазір бір жастар сондай айтып жүр, қыз ол бірге қосылып деген сияқты. Міне сондай жақсы бір талғам мен үшін, бір жаңа дүние. Және де олар мына біздің ескі әндерді жаңартып, жаңағыдай халыққа сіңдіріп жатыр да. Бұл деген өте жақсы бір әрекет мен үшін. Мысалы шығармашылықтағы болып жатқан жаңалықтар мен үшін. Мынау сіздің отбасыңыздың өзіңіздің денсаулығыңызды сақтаңыз. Рахмет, ем болсын. Бақыт Тұрманның алдағы жоспары қандай? Алдағы жоспары шығармашылықта сол әндер жазу. Мен де кішкене қазір бағытымды өзгерткім келеді. Осы жастарды тыңдай келе, қазір ойлайсың шынымен де кішкене бұрынғы мынау 2 жыл бұрынғы әндер, тез әндер болсын, баяу әндер болсын, олар қазір халықтың құнағына кішкене былай бір көп жата бермейді, қабылдай бермейді. Сондықтан жаңа буынның стилистикасын ұрлап деген сияқты алып, соған қарай кішкене бағытталып, сондай бір жаңа өзімнің даусыма лайықты әндерді іздеудемін. Мен қазір тапсырыс беріп қойдым ондай әндерге. 1-2 әндерді таптым, соны жаңартқым келеді. Соны жасағым келеді, бұйырса оны тыңдарманға мен жеткіземін. Бұйырса, кішкене қазіргі уақытта мен өзім қуанып жүрмін, кішкене шығармашылық шабыт маған келіп, оралып, мен сондай әншілікке қазір қайтадан көңіл бөліп жатырмын. Енді сізге бір сұрақ, жеке өзімнің атымнан, енді жаңа атап өткендей сізді ілмейтін әнші, Сіз оны ілмейсіз, ол сізді ілмейді, мүлдем сізге ұнамайтын болуы мүмкін. Бірақ жастар арасында өзінің стилімен танымал бола тұрып, Бақыт ханым бірлескен ән жазсақ қалай десең? Мен қараймын оның жалпы әншілігіне, жалпы оның сахнадағы образына мен қараймын. Егер мүлде маған жарыспайтын әнші болса, мен келіспейтін шығармын. Біздің бағдарламамыз аяқталуға таяп қалды. Біздің демеушіміз Cherry компаниясына үлкен алғыс білдіреміз. Және айта кететін жағдай, Алматы қаласында Райымбек 115-23 мекен жайында Cherry автокөліктері автоорталықта бар. Ол үнемі болады, барып қарап, тест-драйвқа қатыссаңыздар болады және кеңес ала аласыздар. Кез келген өзіңізге қажетті түсті таңдап алсаңыздар болады. Әрқашанда қоймада Cherry автокөліктері болады. Және сатып алу мүмкіндігінде қаржылық бағдарламалар бар. Бақыт ханым, сізге үлкен рахмет айтам. Рахмет, сіздерге шақырғандарыңыз. Әрекеңе сәлем айтыңыз. Аман, сау болыңыз, көріскенше. Сау болыңыздар. Түсірілімдер, гастрольдер, сұхбаттар мен кездесулер. Мұның бәріне мен күш қуатты қайдан алам? Мұндайда маған отандық өнім, саумал көмекке келеді. 40 түрлі дертке шипа болатын саумал өнімі енді капсулада. Тапсырыс беру үшін 8-727-225-10-20 нөміріне хабарласыңыз. Саумал, саулықтың сыры мен ұзақ жасаудың құпиясы.